саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің әдебиеттік оқу сабағынан ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі күндеріңізді көтеріңкі көңіл күймен, сәттілікке толы күн болсын деген жақсы ниетпен сабағымызды бастаймыз. Бәріміз орнымызда тұрамыз. Психологиялық ахуал бәріміз аузымызды ашайық. Ұстаз деген ағамыз, біз білімді аламыз, жақсы оқып сабақты күнде естіп аламыз. Ой, тамаша, жарайсыздар оқушылар. Отыра алыңыздар. Ал енді оқушылар, жақсы оқушылар, біз жаңа сабағымызды бастамастан бұрын сіздерге 36-шы сабақты үй тапсырмасына берген едім. Солай ма, тест жұмыстарын дәптеріңізге жаздық па? Орындадық па? Ал жақсы. Олай болса оқушылар, сіздерді қазір мен бағалап көрейін. Үй тапсырмасына сіздер қаншалықты дайын екендеріңізді тағы бір осы додокайдер әдісі арқылы мен сіздерге үй тапсырмасын сұрағым келіп отыр. Ал кеттік. Нұрбану. Жыртық кітап «Златы өлеңінің» авторы кім? Утебай Тұрманжанов. Тамаша. Утебай Тұрманжанов. Кеттік. Ал Назиба. Шаранадай алаңда басталды ойын қалам ба, егіз екі сыныптан құрдық екі команда. Қадыр Мырза әлі. Теңіз сөзді бар ғой. Егіз екі сыныптан құрдық екі команда. Жақсы. Арқадайық, үшінші топтан. Ал жалғас. Бұл қай кейіпкердің сипаты? Төс қақтап бір адамға машықта тісін асып, қол қусырып тәжірибетті арыстан. Ал кімге жібереміз тағы да? Тағы. Ахмет Байтұрсынов туралы не білесің? Ақын. Тағы. Оқушыларға әліппе жасады, кітаптар. Кім ол? Ақын. Жазушы. Солай ма? Тағы жақсы қабылдайтын. Қасет. Шарай налай алаңда басталды ойын қалам ба, егіз екі сыныптан құрдық екі команда. Тапсырма не деп тұр? Не деп тұр? Оқы. Теңеу сөзді тап. Теңеу сөзде команда. Тағы кішкене ойлан, уақыт берейін саған. Құрдық екі команда. Құрдық екі команда. Ал соңғы кеткеннің анау қолына түскен сұрақ қойдыңыз. Ахмет Байтұрсынұлы туралы не білесің? Ахмет Байтұрсынұлы ақын жазушы. Жақсы. Кеттік. Нұрбана. Ата шаң сорғыш адамның жүрегін жеңілдетеді адамның еңбегін шаң сорғыш. Ал жақсы оқушылар. Олай болса біздер үй тапсырмасына қаншалықты дайын екенімізді көрдік. Бәріміз орнымыздан тұрамыз. Арқа екі қадам. Ал енді қазір сіздерге сұрақтар қойылады. Әр сұраққа жауап бергенде бір қадам алға басып отырамыз. Келістік па? Ал кеттік, сұрақты оқимыз. Біз қай мемлекетте тұрамыз? Қазақстан. Жақсы. Біз жақсы оқушылар. Қазақстан деп бір қадам алға жылжимыз. Ал екінші сұрақ. Мемлекеттік рәміздерді білеміз ба? Өте жақсы. Тағы бір қадам алға. Үшінші сұрақ. Біздің президентіміз кім? Қасым-Жомарт Тоқаев. Жақсы оқушылар. Еліміздің астанасы қай қала? Жақсы. Астана қаласы. Ал тәуелсіздік күні қай күні тойланады? 16-шы желтоқсан. Тағы бір қадам алға. Ал енді оқушылар, осы сұрақтан не туралы? Менің отаным. Жақсы, олай болса оқушылар, біздің жаңа сабағымыз менің отаным Қазақстан, туған жерімізге арналмақ. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау және мұғалімнің көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды теңеу, кейіптеу, табу. Ал енді оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызға бағалау дескриптор алдарыңызда оқушылар, міне қараңыздар. Біз қазақтың ұлттық домбырасымен бүгін сіздерді бағалайын деп отырмыз. Әр тапсырманы орындаған кезде жоғарыға бір ұпайдан өздеріңізге қосып отырасыздар. Және де жаңа үй тапсырмасына сұрақтар қойылған оқушылар, жауап берген оқушылар, өздеріңіздің бір ұпай сандарыңызды қойып отырасыздар. Түсінікті ме? Жақсы, олай болса отырыңыздар. Ал жақсы оқушылар, олай болса оқулығымыздың 76-77 бетін ашып, 37-ші сабаққа қарайықшы бәріміз. Аштық па? Отаным. Олай болса, қараңыздар. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазыңыздар. Яғни бұл сіздерге жеке жұмыс. Тез орындап беріңіз. Жеке жұмыс. Жұпты жұмыс оқушылар. Ал жақсы. Олай болса оқушылар, оқулығымыздың 76-77 бетін ашып, бірінші тапсырма алдарыңызда жұптық жұмыс бар. Міне, осы жұптық жұмысты тез орындап беріңіз. Көп нүктенің орнына тиісті сөздер қойып, жұп-жұппен жасаймыз. Жұп-жұппен орындаймыз.
келмейді. Болғанда қолыңды деп отыр. Тамаша. Нұрғаным, аяқтап па? Әр жұптан бір жұптан, әр топтан бір жұп болсыншы. Аяқтап па? Оқиды. Бұл Қазақстан Республикасы президентінің бас қаласы Астана. Мен Сайын Шапағатов облысында Қазақстанда тұрамын. Ал, кеттік. Сәл қайда етіп тұрсың? Бұл Қазақстан Республикасының президентінің бас қаласы Астана. Мен Сайын Шапағатов облысында қалада тұрамын. Ал, иә. Бұл Қазақстан Республикасының президентінің бас қаласы Астана. Мен Маңғыстау облысы Ақтау қаласында тұрамын. Ал, кеттік бірінші топ. Аға. Бұл Қазақстан Республикасының еліміздің бас қаласы Астана қаласы. Мен Маңғыстау облысында тұрамын. Жақсы. Ал. Бұл Қазақстанның республикалық картасы. Еліміздегі бас қала Астана қаласы. Мен Қазақстан облысының қаласында тұрамын. Ал, жақсы оқушылар. Олай болса, мен сіздерге толықтырып кетейін. Қазір кім қаншалықты дұрыс айтқанын бағалау арқылы көтеріп отырмыз. Келістік пе? Ал енді, ең бірінші кеттік. Бұл қай мемлекеттің картасы? Қазақстан Республикасының картасы. Еліміздің бас қаласы? Астана қаласы. Мен Маңғыстау облысы Ақтау қаласында тұрамын. Ал енді, кім қаншалықты жауап берді? Егер бір сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, 1 бай, 2 сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, 2 бай, 3 сұраққа жауап берсеңіздер, 3 байды бағалауға қоямыз. Қойдық па? Тамаша. Ал енді оқушылар оқулыққа қарайықшы. Екінші тапсырманы кім оқиды? Екінші тапсырманы кім оқиды? Аннан дауысың шығар. Бірінші оқыш сөйлеме. Ал екінші жолда кім? Жалғас. Қазақстанның табиғат көкжиегі орман туған сарқыраған өзен көл асқа бет болады. Әсел. Жер қойнауында Ал екінші мәтінді. Аға, көрді көш бірінші несін жол. Ал оқушылар, сонау Каспий теңізінен бастау алып, сонау Алтай тауларына дейін созылып жатырған кең байтақ мынау біздің қазақ жері. Біздің қазақ жерінде сонау батырларымыз, ата-бабаларымыз біздерге, сіздерге аманат етіп тапсырған Абылай ханның батылдығымен, Әйтеке Қазыбек Төле билердің шешендігімен, Абай, Мұхтар салған сара жолдың ақылдылығымен келген, даналығымен келген сонау мынау оқушылар біздің қазақтың жері. Осынау кең байтақ жеріміз 5 мемлекетпен шектеседі. Олар Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркменстан елдерімен шектеседі. Біздің еліміз жер көлемі жөнінен дүние жүзі бойынша 9-шы орындалады. Және де біздің еліміздің халқымыздың саны 20 миллионнан астық. Біздің ана тіліміз ол қазақ тілі. Біздің елімізге еркіндік оңай келген жоқ оқушылар. Сонау қайраттай алып азаматтың батырлығымен, ләззаттай, сәбирадай батыр қыздарымыздың көз жасымен келген бұл тәуелсіздікті біз 1991 жылы 16 желтоқсанда алдық. Содан бері қарай біздің елімізде туымызбен тұғырлы, елтаңбамызбен еңселі, әнұранмен айбатты елдердің қатарындамыз. Ал енді оқушылар, бүгін осындай ұлан ғайып жерді жырлаған біздің көптеген ақындарымыз бар, жазушыларымыз бар. Міне сондай туған елін жырлаған ақынның бірі Ораз ақын Асқар. Ал олай болса оқушылар, өзінің өмірбаянын Оразалы Асқардың өз аузынан естейік. Оразалы Асқар 1938 жылы бірінші мамырда Шығыс Түркістан өлкесінің Іле аймағына қарсы күй қағыс елдерде дүниеге келді. Туған ұлынан шыққан бастауыш білім беру салалар мектебінде алып, Қожа Асқар білім жолы деп аталатын гимназияда оқыды. 1921 жылы бірінші классында Шымкентта институтын және әңгіме факультетін түсіп, оның екінші курсын аяқтағаннан кейін Шыңжаң газеті редакциясына қызмет етті. Бір жылдары сол газетте және шоғыр журналында бөлімдерін жиі жариялана бастайды. 1925 жылы Атамекен Қазақстан Құрылышкер, 1961 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітіріп шықты. Туған жер жөнінде сендерге айтып берейін. Сүйіп сені туған жер, бай бақ туған жер, ел ят тастықты, қапаға жыда туған жер. Сүйіп сені туған жер, өнерді білім туған жер, ұшу үшін ашылар, тоқтар бек туған жер. Назарларыңызға рахмет. Видеоны көрдік, тамашаладық, ақынның өз аузынан өзінің өмірбаянын естідік. Ораз ақын Асқар қай жылы дүниеге келген екен? Қай жылы дүниеге келген? Оразалы Асқар кім? Балалар ақын. Олай болса, бізге өзінің туған жер деген өлеңін берген екен, иә? Оқулығымызда тұрман оқушылар? Ал енді, мына жерде оқушылар оқулығымызды ашайықшы. Оқулығымызда қараңыздар. Пұт деген оқушылар 16 килограммға тең салмақ өлшемі. Ал қамба астық сақтайтын орын. Белін бу деген бұл жерде тәуекел ету деген мағынаны береді. Олай болса, дәптерімізді ашып, күннің жадын жазып, бүгінгі тақырыпты жазып, осы тапсырманы дәптерімізге әдемі көркемдетіп жазып аламыз. Ал жас оқушылар, жазып болдық па тапсырманы? Тамаша, әдемі етіп көркемдетіп жаздық па? Олай болса, Оразалы Асқар туған жер өлеңі бізге берілген.
туған жер туралы? А? Байлық, бақыт, сосын миллиард. Не жайында айтып тұр? Не жайында? Туған жердің қазба байлығы жөнінде бай екенін айтқысы келген, я? Я оқушылар, біздің елімізде көптеген қазба байлық, жер асты қазба байлығына өте бай. Соның ішінде оқушылар, мұнай біздің елімізден, жерімізден шығады. Мыс, алтын және де көмір, жер асты қазба байлығы біздің елімізде өндіреді. Біз өте бай, айттым ғой жаңа, қазба байлықтарға өте бай мемлекетпіз. Міне көмір деген мына оқушылар, қараңыздар. Ал оқушылар, олай болса сіздерге оқуларыңызға қарасаңыздар, жеке жұмыс берілген. Тез-тез әдемі етіп, жеке жұмысты орындап, өздеріңіздің ұпай сандарыңызды белгілеп отырыңыз. Ал жақсы оқушылар, орындап болдық па? Белгілейікші, болғандарымыз кәне. Белгілейікші, өте тамаша. Ал олай болса, Индира оқыңызшы. Теңізде тоқтаған шөп, көл, кемеде жүрген комбайн. Тамаша. Жалғас. Теңізде тоқтаған шөп, кемеде жүрген комбайн. Өте жақсы. Егер барлығыңыздар солай орындаған болсаңыздар оқушылар, онда 2 ұпайды өздеріңізге алыңыздар. Яғни белгілеп алыңыздар 2 ұпайды. Ал енді алдалар, олай болса шаршадық қадаймыз. Орнымыздан тұрамыз. Кәне біз сүйіп алайық қоямыз. Таңда бұнда. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бір сүйіп алып па? Тамаша. Олай болса, ал орнымызға отырамыз. Қазір біз топтық жұмыс істейік. 3 топқа 3 түрлі тапсырма береміз. Бірінші топқа автор туралы қандай мәлімет білдіңіздер бүгінгі сабақта, иә? Автор туралы мәлімет жазамыз. Яғни бірінші топ топтасып отырып жазамыз. Екінші топ топтық жұмыс сәйкестендіру. Ал үшінші топ Қазақстан туған жер туралы не білдіңіздер? Ал оқушылар, дайын топтар ма? Көңіл берейікші. Жақсы, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ дайын ба? Үшінші топ. Ал жақсы, дайын топтар топтарға шайшы, бір қарадан шайшы. Қорғаймыз. Я, бірінші топ. Автор туралы қандай мәлімет берді? Білдің бүгінгі сабақта? Я. Екінші топ берген. Келе бұны. Я. Екінші топ, үшінші топ дайынбыз ба? Айта бер. Бірінші топ. Ал жақсы, келесі, сәйкестендіру, екінші топ. Тамаша, я. Тамаша. Қазақстан туған жер туралы білетініңді жаз деген тапсырма келді үшінші топқа, я? Одан дегеніміз? Ауыл, қала, әлем, ту, елтаңба, тіл, Қазақстан. Я, бұның барлығы да біздің отанымыз. Жақсы, отырамын. Ал жақсы оқушылар, топтық тапсырманы өте жақсы орындадық. Олай болса, өзімізге бір ұпайдан қоямыз. Бір ұпайымызды аламыз. Ал оқушылар, олай болса, біз құн сағат әдісіне бекітейікші бүгінгі сабағымызды. Оңай жақын асқан. Уақыт қайтарып қысқа. Жақсы оқушылар, олай болса, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті және әрі қызықты болса, жасыл түспен. Ал егер сізге орташа ұнаса, сары түспен. Мүлдем осы сабақ ешқандай мағлұмат, яғни ақпарат алмады десеңдер, қызыл түсті келіп қолдарыңызбен белгілеңіздер. Барлық оқушыларға, бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнаған болса, үй тапсырмасын келеміз. Оқулығымыздың 77-ші бетін ашып, 3-ші жаттығу, яғни туған жер өлеңін жаттаймыз. Және оқушылар кім қанша ұпай алды екен, көрейікші. Ал оқушылар, алдымыздағы бағалау, нұрғани бағалау берді мана сіздерге. Солай ма? Кім қанша ұпай жинады, кәне көрейікші. Кәне, жақсы, Нұрғаны 10, Индира 10, Асылым 9, Нұрғана 9, Адия 9 жинаған екен. Ал Насиба 6 ұпайға жинаған екен. Сұлтан 6 ұпай, Диас 6 ұпай. Жақсы, барымызда қойдық па? Олай болса, бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, сіздермен бүгін сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.